Сәлем достар, біз қазір адамдар көп өтетін тротуарда тұрмыз. Осы жерде әлеуметтік эксперимент жасап көреміз. Оны өздеріңіз көретін боласыздар. Кім ол? Айт. Ей, кім ол деймін саған, ей? Ей. Кім ол? А? Ей. Кім ол? А? Ей, айт. А, кім ол? А? Söyle. Kim o? Ha? Kim? Kim o? Söyle. Kim? Hey, karar ver. Hey. Aslında söyledim sana. Şimdi ver şarjı. Abla ver şarjı. Ağzını yaptım sana. Yatma köşede. Abla. Cevap ağzını değil. Abla köşede yatma. Evet. Abla пожалуйста. Ver şarjı. Söyledim sana. Kim o? Söyle kim o? Kim? Kim o? Söyle kim? Qanday dost? Аты кім? Қашан танысырсың? Söyle деймін ғой. Кім ол дос деген? Қашан танысырсың онымен? А? Ей, жан дос деген кім? Ей, кім ол? Ей, сөйле деймін. Сөйле, кім ол? Кім деймін саған, ей? Маған қарай, кім? Кім деймін саған, ей? Таудың ба? Кім дейме? Ey bala bunağın ey. Ha? Ey bala. Кім деймін саған? Қандай дос? Қандай доссың? Жақсы араласатын? Кім ол жақсы деген? Ey bala. Koysak şu. Ey işlermesin. Ey. Sen nemine soruşalım. Кім ол дейме? Ей! Кім? Кім ол? А? Кім? Қара бер. Тұрған, тұр. Кім ол? А? Кім? Ей! Бер қара. Аты кім? Аты кім? Аты кім? Телефонды әкеп тез. Телефонды бер деймін саған. Ей! Ей! Бер қара бер. Ей! Ей, хат болмайды. Қайдағы дос? Қайдағы дос? Ne bombaydı bu? Болмайды? Болмау керек. Қазір Жаңадан түсті. Елім. Ол күн емес, күні. Ауылдың күн емес, күні болады. Енді болмаған тұрайын. Бәрі күшті. Жарты сағат ішінде жүргізген экспериментіміз осындай нәтиже берді. 15 шақты адам ары бері өтті десек, оның 4-еуі ғана көмекке келді. Демек, Құдай сақтасын, көшеде анау-мынауға ұрына қалсаңыз, сізге ешкім көмектеспейді. Сондықтан үйде ғана ұрсыңыздар, үйде ғана төбелесіңіздер. Біз негізі өмірімізде қыздарға қол көтермейтін адамдармыз. Жаңа видеоның желісі бойынша түсірілген видео болатын. Бірақ байқағандарыңыздай, арамызда әлде сол ержүрек, батыл жігіттер бар. Көбісі өкінішке қарай жанымыздан жай ғана өтіп кетіп бара жатты. Өзіміздің жігіттер, өзіміздің үйлер. Өкінішке қарай мен де жаңа сырттай бақылап тұрдым бір жарты сағаттай. Сол кезде мына жерден өтіп кетті қарамай. Ана жаққа маған келіп не болып жатыр, шынымен ба, не үшін ұрып жатыр дегендей сұрақ қойды. Мен білмеймін деп тұра бердім. Жаңа бір постановкада мына жерде қыз бен жігіт өтіп бара жатқан болатын. Ана жерге барып қызы ана жігітті жібермей тұр да.
сен барып көмектес, мен жүрмеймін демесе деп. Сол жігіт амал жоқтан келді. Bir жігіт солай болды. Жалпы жігіттер қыздарға қол көтеруші болмайды. Қыздар деген ана, қыздар деген пейіштің кілті. Сондықтан қыздарымызды аялайық.